Енді жас болып жүру үшін бауырлар, бір ақсақал бір жерде бір айтқан еді, соны айта салайын. Жас болып жүру үшін аяқпен басты сақтау керек дейді. Аяқты жылыстау керек және басты жылыстау керек екен. Осы екеуін жылыстасаңыз, сіздің бәр мүшеңіз жас болып қартаймайды екенсіз. Бауырлар, уақытында анау апаларымыз дейміз бе, әжелеріміз дейміз бе, сол аталарымыз тыныштық бермегендіктен өздері тоқал екіншісін алып береді екен. Ақсақал түнмен ұйықтамайды. Сөйтіп тоқал алып береді екен, сонымен бола бер, маған мазалама деп. Сөйтіп күндердің күнде тоқалды жалып жасапты. Ақсақал түнмен ұйықтамайды деп. Кейін мамандардан сұрап, енді ол да сұрастырған ғой, не істесек болады, мына кісіні қалай тоқтатамыз деп. Түнмен ұйықтамайды дейді. Кейін мамандар айтыпты, мынау саптама деген етік бар, бабаларымыз саптама етік киіп жүретін болған. Астында ұлтарақ деген бар, қалың ұлтарақ сабылады екен аяқтарына. Біреу айтты, ақырындап ақсақалға білдірмей ұлтарағын ала беріңдер депті. Біліп қоймасын, ақырындап жоқартай беріңдер. Жоқар бүгін ақсақал тоқтапты бір күн. Суық өткен ғой аяғынан. Суық өтіне бәрі тоқтайды екен. Сол үшін бауырлар, жігіт болып жүрудің сыры сол екен, аяқты жылыстау керек. Суық өтпей керек екен денемізде, иншалла. Осындай салиқалы еркек болып жүруді бәрімізге нәсіп етсін. Осы сипаттар бойымызда табылсын, иншалла.